Бүгін сіздермен ағзаларыңызға өте пайдалы, жеңіл және дәмді, тез дайын болатын ПП панкейк жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге панкейкқа банан, ұн, жұмыртқа және сүт қажет. Қанша грамм екені төменде описание бөліміне жазып кеттім. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Бананды езіп аламыз. Бізде банан қатты емес, осындай жұмсақ банан алсаңыздар, панкейктеріңіз өте дәмді болып шығады. Үстіне жұмыртқаны қосып араластырамыз. Сүтті қосамыз. Бес ас қасық ұнымызды қосып араластырамыз. Міне барлығын осылай бірдей масса болғанша араластырып аламыз. Табамызды қыздырып аламыз. Үстіне ешқандай май құймай, осылай қасықпен панкейктарымызды құйып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Құрамы өте қарапайым, қант май жоқ, сұлы ұнынан жасалған, ағзаларыңызға өте пайдалы, жасап көріңіздер. Міне біздің панкейктарымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.